мезгілі. Далада боран ұлып тұр. Әжесі есі кіріп қалған немерелеріне қыз туралы әңгімесін бастады. Ақ қалалардың топтана бастағаны ғой. Олар ханымдар бар ма? Бар, ол анау қар қалың ұйтқып тұрған жерде. Түн ортасы болған кезде шаһар көшелерін жиі аралап, терезелерге үміліп қарайды. Сонда терезелер гүлге ұқсаған мұз өрнектер жамылады. Көргенбіз. Ал қарханым үйге кіріп кетпескен. Ол кіріп көрсін, мен оны жылы песке отырғызып, ертіп беремін. Болды, таласпаңдар, далаға шығып шанамен ойнап келіңдер. Екеуі далаға шығып, балалармен шаналарын алып ойнай кетті. Бірде Кай балалардан бөлініп қалып жалғыз қалады. Aynaсын береді де, қайтадан кетіп қалады. Қатты аяз болды. Балалар үйден шықпай, терезе алдындағы гүлдерін суғарып, баптап отырады. Қар ханымның беріп кеткен сыйлығы есіне түсіп, Гердаға көрсетеді. Байқамай айна қолынан түсіп кетеді. Ойбай, көзім! Жүрегіме тигендей болды. Көзімді қара. Кай, не болды? Жаман болысып тұр. Кай, мұның не? Саған гүл ұнамаса, далаға шығып шанамен ойнап келейік. Кай, тоқта! Бар, ары бар, мен сенімен ойнамаймын. Жалғыз отырған Кайға қар ханым келіп, шанасына отырғызып, өз мекеніне қарай алып кетеді. Сол сәтте Кай Герданы да, әжесін де бүкіл үй ішінде
бірақ ұмытып қалды. Қыс өтеді, көктем өтеді, жаз келеді. Герда Кайды іздеуге жолға шығады. Жолда келе жатып, сиқырлы баққа тап болады. Ой, сен қайдан жүрсің? Мен Гердамын, мен Кай деген баланы іздеп жүрмін, сіз көрмедіңіз ба? Жоқ, келе ғой демалға. Сөйтіп кемпір мұндай әдемі сүйкімді қызды өзімен бірге алып қалғысы келіп, сиқырлы тарағын алып шығып, қыздың шашын тарай бастайды. Қыз қатты шаршаған соң ұйықтап кетеді. Бір кезде Герда оянады. Көл бағын аралай бастайды.